Қалай ойлайсыздар, қартайған шақта ажырасқан дұрыс па? Әңгіме 50 жасқа толып ажырасып, өз комфортыма өмір сүремін деген әйелдің шытырманға толы өмірі жайлы. Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Салтанат айна алдында ұзақ тұрды. Көзіне қарады. Бұрын бұл көздерде от болатын. Қазір шаршау ғана бар. Тереңде жатқан бір өкініш, бір бос кеңістік. Ол 50-ге жаңа толған. Бірақ соңғы жылдары өзін одан да үлкен сезінетін. Әсіресе кешкісін. Үйдің іші тым-тыныш болғанда. Мен өзім үшін өмір сүрем, деді ол тағы да айнаға қарап. Бұл сөзді соңғы бір жылда жүздеген рет айтқан. Бәрі сол бір күннен басталған. Күйеуімен ажырасқан күні ол өзін еркін сезінді. Жеңілдеп қалғандай болды. 40 жылға жуық бірге өмір сүрген адамнан бір күнде бас тарту оңай емес еді. Бірақ Салтанат үшін бұл шешім ұзақ жиналған ашудың, өкпенің, реніштің нәтижесі болатын. Ол ешқашан мені түсінбеді деп айтатын ол таныстарына. Мен үшін ештеңе істемеді. Тек өзіне ыңғайлы өмір сүрді. Достары бас изейтін. Кейбірі үндемейтін. Бірақ ешкім тереңіне үңілмейтін. Ол күйеуінің тек жаман жақтарын ғана көретін болды. Оның бір кездері қалай қамқор болғанын, қиын кезде қалай тірек болғанын, балаларын қалай жақсы көргенін. Сынан өшіріп тастаған. Өткен өтті, деді ол бір күні қызына. Мен енді өзім үшін өмір сүрем. Қызы үнсіз қалды. Алғашқы айлар тамаша өтті. Салтанат қала ортасынан шағын, бірақ әдемі пәтер жалдады. Өз қалауынша жиһаз алды. Таңертең кеш оянатын болды. Кофесін баяу ішіп, сериал көретін. Ешкім асықтырмайды. Ешкім талап етпейді. Міне, нағыз өмір, деді ол бір күні құрбысына. Ол саяхаттауды да бастады. Бірнеше қалаға барып келді. Әлеуметтік желіде суреттерін жүктеді. Жаңа өмір басталды, деп жазды. Лайктар көп болды. Бірақ лайктар кешке қасында отырмайды екен. Бір күні немересінің туған күніне шақырту келді. Салтанат телефонды ұзақ ұстап отырды. Бармаймын, деді өзі өзіне. Ол сол күні өзін ерекше еркін сезінгісі келді. Бұрынғы өміріне қайта оралғысы келмеді. Немересінің күлкісі, балаларының дауысы бәрі оны өткенге тартып тұрғандай еді. Оларсыз да бақыттымын, деді ол қатқыл үнмен. Бірақ кешке бір түрлі тыныштық басып кетті. Телефон үнсіз жатты. Уақыт өте берді. Бір жыл өтті. Салтанаттың өмірі баяу өзгеріп жатты. Бұрынғы қуаныш бірте-бірте жоғала бастады. Саяхаттар қызық болмай қалды. Жаңа киімдер де қуантпайтын болды. Әлеуметтік желідегі лайктар да бұрынғыдай әсер етпеді. Ең қиыны кештер. Үйдің іші тым-тыныш еді. Теледидарды қосып қояды. Бірақ тыңдамайды. Тек дыбыс үшін. Бір күні ол күтпеген нәрсені байқады. Айнадағы бейнесі өзгерген. Әжімдері көбейген. Көзі шаршаған. Иығы түсіп кеткен. Мен қашан осылай қартайып кеттім, деп сыбырлады ол. Ол бұрынғы таныстармен кездесуді азайтты. Себебі олардың бәрі отбасы туралы сөйлесетін. Балалары, немерелері туралы. Ал Салтанат бұл тақырыптан қашатын. Менің өмірім басқа, дейтін ол. Бірақ іштей бір нәрсе шаншып өтетін. Бір күні ол қатты ауырып қалды. Қарапайым тұмау сияқты басталды. Бірақ әлсіреп кетті. Үйге жалғыз жатты. Телефонды алды. Кімді шақыратынын білмеді. Қызының нөмірін ұзақ қарап отырды. Жазбады. Мен өзім үшін өмір сүрем деген жоқпын ба? Деді ол ашулы. Бірақ сол сәтте өзім деген сөздің қаншалықты жалғыз екенін түсінгендей болды. Аурудан кейін ол бұрынғыдай болмады. Әлсіздік қалды. Көңіл күйі жиі түсетін болды. Айнаға қараудан қашатын. Бірақ бәрібір қарауға тура келеді. Сол айна оған шындықты көрсететін. Күз келді. Салтанат терезе алдында отырды.
Сыртта жапырақтар сарғайып жерге түсіп жатты. Мен де сол жапырақтар сияқтымын ба? Деп ойлады ол. Бір кезде жасыл, тірі, әдемі болған. Қазір жай ғана түсіп бара жатыр. Бір күні ол күтпеген шешім қабылдады. Телефонды алып қызына жазды. Қалайсың? Жауап бірден келмеді. Ол күтіп отырды. Жүрегі қатты соғып тұрды. Ақыры жауап келді. Жақсымыз. Салтанат ұзақ ойланды. Не жазарын білмеді. Кейбір сөздер тым кеш айтылады. Салтанат соны енді түсінгендей болды. Ол өмір бойы өзгені кінәлап келді. Күйеуін, балаларын, тағдырын. Бірақ ешқашан өзін кінәламаған. Ешқашан тоқтап, мен қай жерде қателестім? Деп сұрамаған. Қыс келді. Үй одан сайын суық сезілді. Жылу бар. Бірақ жылылық жоқ. Салтанат көрпеге оранып отырды. Бір кезде ол өзіне шындықты мойындады. Мен жалғызбын. Бұл сөзді айту қиын еді. Бірақ дәл еді. Ол тағы айна алдына келді. Бұл жолы ұзақ тұрмады. Тек бір рет қарады. Және алғаш рет өзіне өтірік айтпады. Мен бақытты емеспін. Көзінен жас ақты. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Комфорт жалғыздықты жасыра алмайды. Еркіндік махаббаттың орнын баса алмайды. Ал өзім үшін өмір сүру кейде тек қашу ғана болады. Салтанаттың әңгімесі осымен бітпейді. Бірақ ең маңыздысы, ол ақырында шындықты көрді. Ал шындық әрқашан ауыр болады. Бірақ дәл сол шындық адамды өзгертеді. Егер кеш болмаса,